Армысыздар, құрметті ағайындар. Менің аты жөнім Жұмабек Қадырқұл Боранбайұлы, Қазақ ұлттық өнер университетінің домбыра кафедрасының оқытушысымын. Бүгінгі менің мына лекция концертім Маңғыстау күйшілік мектебі туралы болмақ. Алдымен осы лекция концертімді бастамастан бұрын Әбіш Кекілбай ағамыздың сөзінен бастағым келіп тұр. Мысалы, Маңғыстау туралы былай деп айтқаны бар еді Әбіш ағаның: дауысы түстік жерге жететін әншілерді осы жер ғана туады, нотаға түсірілмеген күйлерді осы жер ғана тартады деп айтқаны бар еді. Шынымен де осы нотаға түсірілмеген қаншама күйлер қазіргі уақытта осы Маңғыстау өңірінде табылып отыр. Мысалы, Маңғыстау күйшілік мектебі сонау Ахмет Жұманов, Александр Затаевич кезінен бастап қолға алынды. Одан кейін де біраз өнер танушылар, зерттеушілеріміз, теория мамандары көптеген өздерінің зерттеулерін жүргізді. Маңғыстау күйшілік мектебін ірі өкілі деп біз Сержан Шәкіратов ағамызды айта аламыз. Одан кейін Қаршыға Ахмедияров ағамыз, марқұм болып кеткен Айгүл Үлкенбаева апамыз мысалы қанша Маңғыстау күйшілік мектебі туралы өзінің күйлерін тартып жүр. Және мына орта буын ағаларымыздан Жеңіс Тәуірбаев, және де Елдос Ембілді айта аламыз. Кенжебек Аяғанов деген ініміз бар. Ал мына жас буыннан Абылай Тілепбергенов, Еркебұлан Соңғыбаев, Набияр Алтаев деген сияқты азаматтар қазір Маңғыстау күйлерін тартып жүр. Маңғыстау күйлері қазірде республикалық және халықаралық конкурстардың бағдарламаларына енген. Маңғыстауда Есір Айшуақұлы атындағы конкурс болып тұрады, және Мұрат Өскенбаев атындағы халықаралық конкурс дәстүрлі түрде өтіп тұрады. Және де мәңгілік сарын және де қазақтың дәстүрлі мың күйі антологиясына осы Маңғыстау күйлері жеке мектеп болып еніп отыр. Көптеген концерттер, іс-шаралар өтіп тұрады Маңғыстау мектебі жөнінде. Мысалы, мына Мұрат Өскенбаев атындағы конкурс, және осы Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде Самат Мұсабаев ағамыздың қолдауымен жылына бір рет дәстүрлі түрде қос ішек республикалық конкурс өткізіліп тұрады. Бұнда Маңғыстаудың жаңағы тың күйлері ойналады көбінесе. Міне осындай іс-шаралар Маңғыстау күйшілік мектебінің дамуына үлкен себебін тигізіп отыр. Ал енді қазір мен орындайтын күйім Маңғыстаудың классик композиторларының күйлері болмақ бүгінгі таңда. Осы орайда бір айтып кететін тағы бір жайт. Мысалы, жақында көптеген кітаптарымыз шығады. Айта кететін болсақ, Айтберген Жаңбырш ағамыздың Нарату атты кітабы бар, Серік Қарез ағамыздың кітабы бар, көптеген зерттеулер бар. Мысалы, Себетқали Нұржан ағамыздың зерттеулері, Айтжан Тоқтағанов ағамыздың зерттеулері бар. Кітап шығарып жатырмыз барынша. Бірақ бұл кітаптардың барлығы мысалы Қазақстанның түкпір-түкпіріне, аймағына көбінесе жете бермейді. Міне осы орайда айтқым келіп отырғаны, жақында Маңғыстаудың әкімдігі және мәдениет басқармасының қолдауымен үлкен жоба жасалып отыр. Ол Мақам Саз деген сайт ашылды. Бұл сайтқа Светқали ағамыз және Әнуар Бимағамбет, Ақылбек Тасқараұлы, Елдос Еміл сияқты осы күй зерттеушілеріміздің қолдарында жүрген күйлер еніп отыр. Осы іс-шараның басқасында жүріп, мына күйлерді цифрлық форматқа ауыстырып, жүйелеп, сапалы түрде шығарушына үлкен үлес қосып жүрген осы біздің Сұлтанбек Құдайберген бауырымызға көп-көп алғысымызды айтқымыз келеді. Енді мысалға қазірде ғаламтор жүйесі әрбір аймақтарымызда бар ғой. Енді осы ғаламтор арқылы осы Мақам Саз сайтына кіріп, бұл жерден күйлерді ноталармен бірге тауып алуға болады. Бұл Мақам Саз сайтына Маңғыстаудың тың күйлері еніп отыр көбінесе. Ал қазіргі менің орындайын деп отқаным Маңғыстаудың классик композиторларының күйлері. Алғашқы Маңғыстау күйшілік мектебінің басында Есір Айшуақұлы атамыз тұрады.
осы есіл Айшуақұлы атамыздың күйлерінен бір-екіге ойнағым келіп отыр. Оның бірі жалды қара, екіншісі теріс қақпай атты күй. Жалпы Есір атамызды көре қалған көнекөз шалдардың айтуы бойынша Есір атамыз өзі ісіне берік, сондай адам болған деседі. Күйлерінен де көрініп тұрады. Күйлерін қай жерден бастап, қай жерден қайтып отыру керек екенін нақты білген кісі. Бұл кісінің күйлерін Арал Тағанияұлы деген кісі үйреніп, оны өзінің шәкірті Шамбулға үйреткен. Ол Шамбул одан кейін Алым Жаңбуршин арқылы, Сержан Шәкіратов арқылы осы күнге жетіп отыр. Ұрыз Айдарбаев апамыз арқылы. Мысалы, осы Жалдықара туралы енді екі дерек халық арасында айтылып жүр. Біреуі Есір атамыздың жалғыз қара бесісі жоғалып табылғанда шығарды десе, екіншісі мына Ойыл, Қарақамыс өңірлеріне барғанда бір күйшіні көреді, Құрманғазы күйшіні көріп, сол кісімен таныса алмай кеткеніне қапаланып шығарды деп айтылады. Қалай болғанда да бұл күйдің енді философиялық мәні бар күй. Маңғыстаудың тау тастары, шыңырау шатқалдары бейне бір дыбысқа айналып осы күйден көрініп тұрғандай әсер береді. Осы Жалдықара күйіне кезек берейік, қабыл алыңыздар.
Келесі кезекте Есір атамыздың тағы бір күйі, ол жаңа маңғыстаулық дәулескер күйші Жүзбай Амановтың жеткізуіндегі Есірдің күйі теріс қақпай. Қабыл алыңыздар. Келесі Маңғыстаудың шоқтығы күйшісі ол Есбай Балыстаулы. Есбай атамыздың ол өзі Есбай атамыз туралы айтып кететін болсақ, ол өзі негізі мына Атырауды Қызылқоға жақтың күйшісі болғанымен, өзінің өмірінің көп бөлігін мына Маңғыстауда өткізген нағашыларының қолында. Сол Маңғыстаудың тарихына атсалысып, сол жақтың күйлерін тартып өмірін өткізген Есбай атамыздың үш ананың айтысы деген күйлер шоғыры сақталған. Солардың ішінен қазір бір-екі күй орындап бергім келіп отыр. Ол жаңағы Қаналы төре өзі үлкен той жасады. Тойға мына үш рудың күйшілерін шақырады ғой. Сонда жаңағы Тоғызбай күйші келеді, жеті рудан, Науша күйші келеді, Алтата әлімнен, Есентемір Есбай да келеді сайысқа. Осы сайыста бас бәйгені Есбай жеңіп алған екен дейді. Осы мына үш ананың айтысы деп аталатын күйлер шоғырынан мен осы бір-екі күй ойнап бергім келіп отыр. Есбай бұл кезде теріс қақпай күйімен өттің дәурен деп тартқан күйі бар екен. Сол екі күйді қабыл алыңыздар. Есбайдың күйі өттің дәурен. Дәулескер күйші Шамбул Ыбырайымұлының жеткізуі бойынша. Есбайдың күйі өттің дәурен. Шамбул Ыбырайымұлының жеткізуі бойынша.
Келесі орындалатын күй Есбайдың күйі теріс қақпай. Келесі Маңғыстаудың шоқтығы биік күйшісі Құлшар Ерназарұлы болмақ. Ерназарұлы өзінің шығарған күйлерін әңгімесімен байытып отырған творчестволық қиялы өте жүйрік күйшілердің бірі болған. Мысалы, өзі 3-4 әңгіме айтып отырған кезде 3-4 адамның ортасында отырып коллизия құрылады. Ол ең соңында Құлшардың қашып құтылуымен бітіп жатады. Мысалы, міне қазіргі Шамғұл Ыбырайымұлының жеткізуі бойынша Құлшардың тартыс күйлері бар. Соларда ең соңғысы жаңа кепіс қалған күйі. Сонда Құлшар киіз үйден шығып қашып кетіп, кебісін ұмытып кетті деп жатады. Бірақ мына осындай әңгімелерді өзінің күйімен қоса тартып, әңгімесін байытып отыратын Құлшардың өзі болған. Бұл коллизияда қыздың тартқаны, кемпірдің тартқаны деп бөлінгенімен, бәрін осы күйлерді шығарған Құлшар болған. Құлшардың енді осы 6 күйінен бөлек тағы да осы жақында Қарағұл Қонаршыұлы деген атақты күйшінің орындауында тағы 5-6 күй табылып отыр. Одан кейін Шамғұл Ыбырайымұлының жеткізуіндегі Ұршық күйі, сосын теріс қақпай деген 2 тартыс күйі жетіп отыр. Қазір мына осы тартыс күйінің ішінде Ұршық күйді орындап беруге рұқсат етіңіздер. Жаңағы Құлшардың қыздың, кемпірдің үшеуінің күй тартысында кезіндегі кемпірдің орындаған күйі деп айтылады. Қабыл алыңыздар. Құлшар Ерназарының күйі Ұршық күйі.
келесі орындалатын Маңғыстаудың классик күйшісі Қартбай Қалқаманұлының күйі Қартбай Ақжелең деген күй. Қартбайдың осы уақытқа дейін тек қана күй басы деген күйі кең таралған болса, қазір осы міне Қарағұл Қонаршынұлының орындауында Қартбай Ақжелең күйі және Қорғанбай Әндіріп деген кісінің орындауында біраз күйлер табылып отыр. Қазір осы Қартбайдан 7-8 күй қазіргі таңда осы қолымызда бар. Ал қазір менің орындағым келіп отқаны осы Қарағұл күйшінің жеткізуінде. Қарағұл деген өте мықты жүйрік күйшілердің бірі болған. Ол өзі мына Атырау аймағы Сағыз жерінде дүниеге келген кісі. Ол Қарағұлдың әкесі Қонаршы деген кісі, 3 ағайынды Қонаршы, Өтеу, Назар деген кісі. Сол Назар деген кісі Еспайлардың қасында жүріп өнер көрсеткен атақты күйші екен. Сол өзінің інісі мына Қарағұлға үйретеді. Қарағұлдың енді күйден осы Назардан үйренсе, әнді мына Қаржау Шеруен деген жеті қайқының бірі үлкен әншіден үйренген. Ол өзі күйшілігімен қоса әнші де болған кісі екен. Осы Қарағұлдың орындауында Ақжелең күйі қабыл алыңыздар. Келесі кезек енді мына Шамбұл Ыбырайымұлы, ол өзі Есір Еспайлардың күйін жеткізуімен қатар өзі жанынан да күй шығарған. Осы Шамбұл атамыздың қазіргі таңда осы 6-7 күйі бізге дейін жетіп отыр. Жалпы Шамбұл туралы айтып кететін болсақ, Шамбұл ол жастайынан күйге, күйшілікке бейім адам болған екен деседі. Ол кішкентайынан мына молдадан да дәріс алған, өзі діни сауатын ашқан. Сосын жастайынан еңбекке араласқан кісі екен бұл кісі. Бұл кісі Маңғыстаудағы Захар Дубскийдің қарамағында жұмыс істеп, кемеде жұмыс істеп, Атырау аймағына дейін барып келген. Бір деректерде мына Атырауда жүрген кезде Дина Нұрпейісовамен кездескен екен деседі. Дина аттың үстінде отырып күй тартқанда, Динаның тартқан күйін бірден қайталап берген, әсем қоңыр күйін тартқан осы Шамбұл кісі. Осы Шамбұл Ақжелеңнің орындауында, Шамбұлдың орындауында Шамбұл Ақжелең күйі қабыл алыңыздар.
Келесі кезекте Мұрат Өскінбаевтың күйіне кезек береміз. Қазіргі орындалайын деп тұрған күй Құрманғазыға арнау деген күйіміз. Жалпы мына Маңғыстау күйшілік мектебінің қыр-сырын осы Мұрат Өскінбаевтың күйінен аңғаруға болады. Ол жан-жақты күй шығарған адам Мұрат Өскінбаев. Өзі мына әкесі Өскінбай дүниеден озғаннан кейін мына Түркменстан аймағына кеткен, сол жақта Бегдашта құрылған театрда жұмыс істеген біраз уақыт. Одан кейін 53-54 жылдары Алматыға барып Қазақ концертке орналасқан. Қазақ концертте жүріп біраз күйлерді шығарған. Сосын Манарбек Ержановтың үгіт насихат командасында жүріп Маңғыстауға дейін келген екен. Әбіш ағамыздың айтуы бойынша. Әбіш ағамыз ол кезде оны оқиын бейді. Манарбек Ержановтың өзінің көп қаузап домбыра тартқызып отыратыны осы Мұрат Өскінбаев болған екен дейді. Мына Мұрат Өскінбаевқа Ахмет Жұбановты үлкен баға берген. Ол мысалға Өскінбай арқылы жеткен Маңғыстаудың күйшілігін бізге Алматыға алып берген бірден бір кісі осы деп. Оның орындауында 300-ден астам күй бар. Мұрат өзі мына оң қолының қағысы тентек қағады. Бірақ ол тентек қаққанмен тақтайдың дыбысына бір тиіп кеткенін көрмейсің деп баға берген екен. Ол мына Түркмен жерлерінде біраз жүрсе де, оның күйлері қазақтың күйлерін сап қалпында сақтаған деседі. Оның күйлері өте күрделі, сондықтан да мына оркестрге түсіру әлі басталған жоқ деп өз бағасын беріп кеткен екен. Дина шешейді мына Ахмет Жұбанов ертіп барып Дина Нұрпейісованың үйіне бір емес 2 күн осы Мұрат Өскінбаевқа күй тартқызған екен. Сосын Мұраттың тартқанына риза болып, маған ғұмыр жеткізбейді ғой деп, мына өзінің сыйлық көйлек кигізіп жіберген екен дейді. Әбіш ағайдың айтуы бойынша Мұрат екен осы өмірінің соңына дейін осы көйлекті ұстап жылап отыратын дейді еске алып. Ал енді мына Мұрат Өскінбаевтың тың күйлерінің бірі Құрманғазыға арнау күйі. Мына күй атасы Құрманғазыға арнаған, атынан айтып тұрғандай. Осы күйді қабыл алыңыздар. Ал енді құрметті ағайындар, осы концертімнің соңында тағы бір күй тартқым келіп отыр. Ол күйді
мына Маңғыстаудың жүйрік күйшісі Жолды Қосайұлының күйі «Қайда бұқтың, сайға бұқтым» деген күй. Бұл да өте тың күй. Маңғыстаулық күйші Жеңіс Тәуірбаевтың жеткізуі бойынша бұл. Ал енді құрметті қалайық, мына елімізді жайлаған індет тез аяқталып, аман есен қауышуымызды Құдай нәсіп етсін деп, осы күйден кейін концертімді аяқтаймын. Қабыл алыңыздар.